Секіз ел апиз жазасы. Ижғаджи Жанкой район махкемесі Алексей Киселевға бойле үкім чықарды. Оны кешкен сене Херсон вилаятынден хырсызладылар. Украина деңіз құветлері Славутич гемисінің капитанны рус ижғаджилері Номан Челебиджихан адында батальонда иштирак еткенінде ве Қырымның деңіз аблыкасына азырлағанында қабатлады. Делилер сырасында белі олмағанларының шаатлықлары ве бірқач себзе чуваллары. В соответствии с доказательствами, которые представило уже обвинение, то, что он привез картошку и морковку в батальон, подтверждалось только показаниями одного свидетеля, господина Зайтулаева, который был освобожден от уголовной ответственности по этой статье и проходит свидетелем по абсолютно всем аналогичным уголовным делам, где он вспоминает любые фамилии, которые ему скажут следствие. Рус ижғажилері Алексей Киселевна кечкен сене яз айларында Херсон вилаяты Геническ шерінде тұтты. Ерлі Али оқув юрты мағазында она ішкенже япылды. Бірқач вақыт кечкен сон оны Ахмеджитнің ФСБ идарежелігіне алып кеттілер. Қырық қабырғалары олғаны үшін Киселев тібби ярдым берілмесіні талап етті. Ама русларының адетінже она бұл кібі ярдымда ред етілді. Украина аскерлері рус ижғалжилерінің шарқи тарафтан салдырысыны тоқтатам. Украина баштабында қайдеткенлеріне көре душман Купянск, Лиман, Бахмут, Авдеевка ве Шахтар истиқаметлеріне үжім ете. Енді аманаман бір елдан берле рус ижғалжилері Донецк вилаяты Маринкадан Украина савынучыларыны еңмеге тырышам. Айны заманда ижғалжилер Авдеевка савынучыларына басқыны девам еттіріп, Бахмутны запт етмек ниеттерінден вазгечмей. Украина мудафачылары үш өңелештен русларының илерлемесіні тоқтатам. До тимчасово окупованого Луганська нещодавно прибула чергова команда інструкторів з Ірану для навчання російських військових застосуванню ударних безпілотних літальних комплексів. Щоб поповнювати втрати в живій силі, противник різними способами заманює до лав російських окупаційних військ різні категорії суспільства, зокрема так званих гастарбайтерів. Так нещодавно нашим захисникам, які тримають оборону у Волноваському районі Донецької області, здався у полон один з таких заробітчан. Халыққа қызметіні рус ижғажилеріне қызметке денгіштіріп женкіні ақлай. Қырымның ижғажи муфтисі Эмирали Аблаевна ресми шекілде рус тажавузына ақлағанында, ижғажилеріні мақтығанында ве иханетте сучлайлар. Джинаи Даванин Қырымның прокуратурасы ве Украина қавсызлық қызметлері ұғраша. Таққатшыларының білдіргеніне көре, Қырым мұсылманлары дини идаресінің созды рейслігіні япқан Аблаев рус дүниясының фікірлеріні тешвиқат ете, қанунсыз сеферберлік илан етілгенінден соңрайсе, ижғажи ордуға қошылмақ чағыруларында бұлынды. Ой ижғаджи үкіметінің топ спикерлерінден бірідір. Кешкенсіне майыс айында Путинге ве Русияге садықлыққа емін еткен иханетчілер сырасында еді. Виступаючи у ряді пропагандистських ЗМІ, він виправдовував окупацію півострова, позитивно висловлювався щодо збройної агресії РФ та загалом транслював ідеї руського міра. При цьому підозрюваний засуджував українську владу та представників кримсько-татарського народу, які виступають проти окупації українського півострова. За свої старання муфтій був нагороджений медаллю за доблесний труд та орденом за вірність долгу від так званої Республіки Крим. Эмирали Аблаев ижғажилерінің тізген мұсылманлар дини идаресінің идарежілігінде Қырым татарларының евлерінде өткерілген тынтувлеріні, оларны терроризмде қабатлағанларыны ве аписханеге атқанларыны рағбетлендіре. Оның муавины Раим Гафаров есе ачық шекілде Қырымның бүтін жәмелері бір меркезге, яғни Аблаевның идарежілігіндегі фейк меркезге итаат етмек керек олғанына айта. Көрінгенне көре, оның чақывларының ижғажилер итаат етмеген имамларыны тұтып, незарет етілмеген жәмелерінің бағларына кеседі. Так, там переслідували імамів, але ж ми повинні розуміти, що тамошня релігійна так звана організація, духовне управління мусульман Криму, яке не є легітимним, яке стало колабораційним, воно просто є кукла така. Кукла, ручка така, якою окупаційна влада робить все, що хоче.
Рус ижғаджы үкіметіне сатылмаздан евел Эмирали Аблаев Қырым-татар құрылтай делегацияда ижғалының ilk апталары русларының бірінші құрбаны олған Ришат Аметовның табуты янында кетеді. Аметовның қачырылмасы, ішкенже япылмасы ве өлдірілмесі о вақыт Қырымны кедерге далдырды. О вақытда қануни муфти олған Эмирали Аблаев Қырым-татарына бұны япқанлар жаза чекежектір деп айтқан еді. Вақыт кешкен сонысе халқына иханет етті. Енді Қырым ижғалден құртарылғанынан соңра 12 ел апис жазасы беріле. Айван хырсызы халқыра мешурлық ве аңлайыш қыдырам. Тайган сафари парк сайыбы ве ижғаджылерінің даими мақтабжысы олған Олег Зубков Ля Фигаро межмуасының журналистінен көрішті. Ален көрінюше көре бұрыханетчінен лаф етмек үшін қанунсыз шекілде ижғал етілген Қырымға келіп шықты. Зубков есе сиясетке қошул мағаныны ве женг жебесі Қырымға кечежегінден қорққанын айтты. Нам нужно просто в тех условиях, которые складываются сегодня, выживать и все делать для того, чтобы сохранить коллекцию, сохранить предприятие. Насколько это будет возможно, если здесь будут военные действия, считаю, что это будет невозможно просто. Я не смогу, так как Мариуполь, как Донецк. Айван хырсысы санкциялар себебінден ағлана. Зубков коллекциясыны толдырмақ үшін ярым миллионлық кейік айван сымарлады. Оларны Эрменистандан кечіреділер, ама Гүржістан Юг Арабасына кечірмеге редетті. Пара үшін пек хайғыланмағанын айтты. Бұйық ихтимал ижғажилернен бірлешкен соңра пара оның үшін проблем дегіл. Этот контракт не совершился, пропали деньги, погибли животные в Армении. И потому что Грузия не пропустила через свою территорию из-за поддержки санкций в Крым. Вот. И, конечно, для меня это очень серьезный удар. Это самая большая поставка. Француз журналистінен Зубков ижғал етілген Херсон, Донбасс ве Азақ деңізі янындaki топрақларны зиярет еткен соңра субетлешті. Андан о айванларны хырсызлап ижғал етілген Қырымға кетірді. Зубковның өзі ачықча айта ки, Эран Сергей Аксеновға телефон ача біле, оның ярдымынен Зубков айванларны хырсызлап қанунсызжа коллекциясыны толдыра.